сұрақ болып жатса дегенім ғой, егер кванттық скачок айтамын деді де, мен күтіп отырсам, мен қазір кванттық скачок жасаймын, өмірді өзгертемін деп күтіп отырсам, бұл кісі маған физика айтып кетті ғой деген ой болмасын деп жатқаным. Осы нәрсені білмейінше, айтып тұр ғой енді әлеуметтік желілерде әртүрлі коучта нелер. Бірақ мына негізін, основасын, фундаментін түсінбейінше кванттық скачок жасау почти мүмкін емес. Просто ақшаңызды бересіз, кетесіз, болды, бітті шаруа. Сөйтіп адамдар жазылады, ондаған, жүздеген адамдар жазылады да мысалға. И сосын оның ішінде основасын білмейді. 1-2% адам ғана, 5% адам ғана мүмкін меңгеріп кванттық скачок жасауы мүмкін. Шын мәнінде керісінше болу қажет. Адамнан ақысын алғаннан кейін 90% нәтиже көрсету қажетсің деген менде сондай. Ой, рахмет, Аза, Зулкар. Так, да? Енді адамның ақшасын алдың, еңбек ақысын мысалға сен біреуге маған үй салып бер деп ақшасын бердің. И саған келіп үй салып бермесе, немесе үйдің бытышын шығарып салып берсе, сенің ойлағаныңнан 90% төмен нәтиже көрсетіп салып берсе, ол дұрыс емес қой. Енді сен айтасың ғой, көкем, онда ақшаны қайтар, онда мен саған ақша төлемеймін болмаса дейсің ғой. Сол сияқты кванттық скачок жасаймын деп айтты ма адам сізге, сізді өзгертемін деп айтты ма, 90% гарантия болу керек, 100 демей ақ қояйын.